Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Супер асхана каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жазира. Бүгін шиеден компот жасайтын боламыз. Ең алдымен банкіні, крышканы стерильдеп, суды қайнатып алдым. Содан кейін шиені тазалап, жақсылап жуып алдым. Банкілерімді төңкеріп қойдым, дайындап. Енді шиені мен өзім үлкен кесемен бір кесе банкіге, әр банкіге және кішкентай кесемен 200 грамм шекер саламын. Компоттың қатты шырынды болғанын өзім қаламаймын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен өзім шиеден жасалған компотты вареньені өте қатты ұнатамын. Сіздер де егер ұнатсаңыздар, комментарийге жазып отырыңыздар. Достар, тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Маған ол шабыт сыйлайды. Осылай әр банкіні салып, дайындап аламын. Содан соң суды қатты қайнатып, толтырып, суды құйып 20 минутқа қойып қоямын банкілерді, крышкасын жауып. Енді міне мына жерде 20 минут тұрды, әр су банкіде. Енді оны кастрюльге қайтадан құйып, ол суды да жақсылап тұрып 5 минуттай қайнатып аламын. Мінекей суымыз да қайнады. Енді осы суды банкілерге толтырып құйып, крышкасын закрывашкамен бекітіп, қысқа сақтап қоямын. Мінекей менде 5 банкі компот шықты. Достар, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай жауып қоямын.